Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ тілі пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Біз сіздермен осы 90-да ғаламтор және әлеуметтік желілер, Қазақстандағы ұлттар достастығы, дұрыс тамақтану бөлімдерімен таныстық. Әдеби тіл нормалары бойынша сіздер шылау түрлері, шылау емлесі, еліктеуіш сөздер, бейнелеуіш сөздер, одағай және оның түрлерімен таныстыңыздар. Бүгінгі 90-дық жиынтық бағалау жұмысы осы өтілген тақырыптарға байланысты болады. 3-ші 90 бойынша жиынтық бағалаудың барысына шолу жасап алайық. Жұмыстың ұзақтығы 40 минут. Оқылым тапсырмаларын орындауға 15 минут, жазылым тапсырмаларын орындауға 25 минут уақыт беріледі. Барлық балл саны 15. Тапсырмалардың түрлері қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымы 2 компоненттен тұрады. Біріншісі оқылым және әдеби тіл нормаларын, екіншісі жазылым және әдеби тіл нормаларын тексеруге арналған. Оқылым тапсырмасына келетін болсақ, сіздерге 2 түрлі мәтін беріледі. Сіздер осы мәтіндердің не туралы екенін анықтап жазасыздар және мәтіндердің құрылымдық бөліктерін ажыратып тақырып ұсынасыздар. Мәтіндерді мен сіздерге мәнерлеп оқып беремін. Мұқият тыңдаңыздар. А мәтіні. Біз кімге айналып бара жатырмыз? Дүниежүзілік сауда ұйымының талабы бойынша құрамдас елдер генетикалық түрлендірілген тағамдарды импорттауға шектеу қоймауға тиіс. Алайда ақш пен Англия гендік модификациядан өткен өнімдердің өз елдерінде сатылуына шек қойып отырады. Сол секілді Ресей ғалымдары да бір елді мекен тұрғындарына Қытайдың трансгенді өнімдерін ғана беріп отырып, 2 жыл бойы бақылау жүргізген. Ауыл тұрғындары таза органикалық өнімдермен тамақтанған көршілес ауыл тұрғындарымен салыстырғанда ас аллергиясына көп ұшырағыш болып кеткені анықталғанға ұқсайды. Ал енді қазаққа гендік модификациядан өткен өнімді тұтынудың қажеті қаншалық? Кең байтақ жері бар, суы бар, күні де жылы, мал өсіріп, егін егуге қолайлы территорияда тұратын 16 миллион халық жасанды тағамға зар болып отыр ма? Қытай ғалымы Лао Цзы не жесең соған тартасың деген екен. Адамның қандай малдың етін көбірек жесе, мінезі соған ұқсап кететінін басқа ғалымдар да дәлелдеп баққан. Ал расында жануарлардың ені қосылған жемістер мен көкөністерді жеу бізді жылқы мінезімізден алыстатып жібермей ме? Келесі мәтіні. Кең байтақ еліміз Қазақстанда 120-дан астам ұлт өкілдері тұрып жатыр. Әрине, бұл деген қазақ халқының ұлылығынан, кеңдігінен, кеңпейілдігінен басқа ұлт өкілдерінің тұрып жатқаны жайы бар. Қазақ осы, айтатұғын желге сыр. О ағайын, халық емес ол кесір. Қазақ осы, аңғал-саңғал жабусыз. Қазақ осы, ағыл тегіл көл көсір. Қазақ осы, дала дейтін, күн дейтін. Қазақ осы, өнер алды тіл дейтін. Қазақ осы, қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба жатырқауды білмейтін. Деп Қадыр Мырзалиев ағамыз жырлағандай, ұлы қазақ даласында басқа да ұлт өкілдері бір шаңырақтың астында татулықта, сыйластықта өмір сүріп жатыр. Сонымен қатар, олардың әрқайсысының қайталанбас діни және материалды мәдениеті, тарихы, салт дәстүрі бар. Қазақ халықтарының ассамблеясы президенттің жарлығы бойынша 1995 жылы 1 наурызда құрылған. Ассамблея ұлтаралық достықты сақтау, мемлекеттік саясатпен ұштастыру, бірыңғай шешім қабылдауды қарастырады. 1990 жылы басталған халықтардың ұлттық салт дәстүрлерін қалыптастыру жұмысына байланысты Қазақстанның түкпір-түкпірінде
352 бөлімшелер бар. 27 республикалық және аймақтық ұлттық мәдени бірлестіктері ашылды. Алғаш рет республикалық көлемде кәріс, неміс, поляк, ұйғырлардың съездері болды. Татарлар мен башқұрттардың құрылтайы, өзбек, ұйғыр, түрік, дүнген, күрд, немістердің мәдени фестивальдары болып, онда олардың мәдени күндері белгіленген. Міне, осы шаралардың арқасында көп ұлттық қазақ халқының экономикасы жақсарып, халық саны өсіп, түнгі ұйқылары тыныш болуда. Енді, құрметті оқушылар, сіздер өздеріңізге беріліп отырған сызбаға, яғни бірінші ұяшықтарына сіздер мәтіндердің не туралы екендіктерін жазасыздар. Яғни А мәтіні не туралы, Ә мәтіні не туралы. Одан кейінгі ұяшықтарға сіздер мәтіндерді мұқият тыңдап түсінгеннен кейін кіріспе бөлімдеріне тақырып қоясыздар, негізгі бөліміне тақырып қоясыздар, содан кейін ең соңғы қорытынды бөліміне тақырып қоясыздар. Екінші жазылым тапсырмасы. Сіздерге төменде тақырыптар беріліп отыр. Осы тақырыптардың ішінен біреуін таңдап, эссе жазасыздар. Сөз көлемі 100-120 сөз. Тақырыптар мынадай: әлеуметтік желілердің пайдасы мен зияны, ендік өзгеріске ұшыраған тағамдардың зияны, Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Құрметті оқушылар, оқылым тапсырмаларын орындау барысында міндетті түрде мына бал қою кестесіне қараңыздар. Яғни, сіздер 1, 2, 3, 4, 5 балды қалай алатындықтарыңыз толық жазылған. Жазылым тапсырмасын орындау барысында да жазылым жұмысының бағалау сипаттамасына міндетті түрде қараңыздар. Мұқият оқып танысып шығыңыздар. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.